Құрметті достар, біз видеомызды одан ары жалғастырамыз. Бұл тоқып жатырғанымыз газеттен біздің шағын шкафтың бұрыштарына қоятын бұрыштама қобдишалар. Енді кем-кетігін дұрыстап қарасаңыз көрініп тұрады. Кейбір жерлерде мысалы жіп екі газеттің трубканың қосылған жері мына жерде байқалады. Сол жерлері шама келсе көрсетпей істеуге тырысу керек. Енді өзім үйге жай ғана жасап жатқандықтан сатуға емес, сондықтан кейбір кем-кетік жерлеріне ондай қатты мән беріп жатқан жоқпыз. Енді жаңа біз бір бағытпен өткен видеоларда тоқуды көрсеткен болатынбыз. Енді осы бағытқа қарама-қарсы бағыт жүргізсек, біз манағы өру дейміз, бұрым әдісін көруімізге болады. Манағы косичка деп атайды бізде. Енді міне жаңа осы бағытпен былай тоқып келдік. Енді осыны керісінше саламыз. Астыңғысын үстіне көтереміз, асты төменге кетеді. Одан кейін қайтадан мінекей тағы бір-екеуін көрсетіп жіберейін, содан кейін сіздерге түсінікті болады сол кезде. Так, тағы бір салып жіберейін. Мінекей. Мына қараңыз. Мына жердегі өрім басқаша, мына арадағы өрім басқаша. Бір-біріне қарама түскеннен сізге манағы өрілген сияқты болып көрініп тұрады. Қазір тағы бір жасап жіберейік. Мынағы үстіңгі бөлігін, мына бөлігін астына түсіреміз. Оппа. Үстін төмен түсіреміз. Мына екі өрілген жер көрініп қалды, ештеңе етпейді. Тағы да мына бөлікті астына саламыз, мынаны үстіне саламыз. Мінекей. Жайлап қарасаңыз, өріліп кетірғаны байқалады. Қайтадан мінекей. Жақындатып көрсетейін. Мына бөлікті астына, мына бөлікті үстіне. Қайтадан мына бөлік астына, мына бөлік үстіне. Мінекей, дұрыстап қарасаңыз, мына үстің бөлігін біздің өріліп кетірғанымыз көрініп тұр. Тағы да трубкамызды жалғаймыз. Әркім әртүрлі істейді, бірақ өзіме осылай бүктеп салып тастаған ұнайды. Негізі бүктемей де салуға болады. Так, төмен саламыз, үстіне көтереміз. Төмен саламыз, үстіне көтереміз. Манағы тоқып келе жатырған өзіміздің әдісімізге қарама-қарсы жүреміз. Сонда біздің манағы өрілген әдісіміз шығады. Мінекей. Жақыннан көрсетейін. Өрілген әдіс басқаша болып шығады. Бір бағытпен тоқысаңыз, мына астындағыдай болып шығады. Егер өрсеңіз, мынадай болып шығады. Мінекей. Міне осы әдіспен осылай тоқи береміз. Назарларыңызға рахмет. Қазір қайтадан келесі жолын өргенде бұрынғы бағытпен қайта тоқисыз да, қайтадан кері бағытқа жүресіз. Қайтадан өзінің бағытымен тоқып, қайтадан кері жүресіз. Сонда осындай өрілген әдіс осылай қала береді. Міне қысқаша осы. Рахмет.